Muhammed сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Өздері көпірлік қылғанымен қоймай, өзгелердің де алдын тосып, Алланың хақ жолына түсуіне бөгет жасағандардың істерін Алла бекер етеді. Ал иман келтіріп, игілікті істер істеген және Раббыларынан Мұхаммедке тұнып тұрған ақиқат ретінде қалтқысыз иланғандарға келсек, Алла олардың күнә қателіктерін өшіріп, салттарын, яғни ақыл ойларын, ниеттерін, сөздері мен іс-әрекеттерін түзеп, оңалтады. Өйткені, күпірлік қылғандар жалғанға ерді, ал иман келтіргендер болса, керісінше, Раббыларынан келген ақиқатты басшылыққа алды. Алла адамдарға өздерінің жай күйлерін міне осылай баяндайды. Ендеше күпірлік қылғандармен соғыс майданында ұшырасқандарыңда бірден бастарын жабыңдар. Оларды әбден қансыратып, қарсыласа алмайтын халге түскендерінде аяқ қолдарын мықтап матап, тұтқын қалыңдар. Кейін соғыс оты сөнген соң, қаласаңдар тұтқындарды бодаусыз-ақ жөніне жіберіңдер. Қаласаңдар есесіне бодау алып, босатыңдар. Сендерге берілген пәрмен міне осы. Егер Алла қаласа сендерге соғысуды бұйырмай-ақ, олардың лайықты сазайын өз-ақ берер еді. Алайда ол, біріңді біріңмен сынап көру үшін, сендерге керек кезінде соғысуды да бұйырады. Алла жолында өлтіріліп, шейіт болғандарға келсек, Алла еш уақытта олардың сауапты істерін зая етпейді. Оларды екі дүниеде де тура жолға салып, мақсат мұратына жеткізеді. Һәм салттарын, яғни ақыл ойларын, ниеттерін, сөздерін, іс-әрекеттерін түзеп, оңалтады. Һәм оларды дүниеде өздеріне танытқан жұмағына кіргізеді. Уа иман келтіргендер, егер Алланың дініне қолдау көрсетсеңдер, Алла да сендерді қолдайды. Һәм аяқтарыңды тайдырмай хақ жолдан нық басқызады. Ал күпірлік қылғандардың соры құрсын. Алла олардың істерін бекерге кетіріп, түкке тұрғысыз қылады. Иә, солай қылады. Өйткені олар Алланың түсіргенін, яғни Құранды, өздерінше жаратпады. Сол үшін Алла олардың бүкіл істерін зая қылады. Олар жер жаһанды кезіп өздерінен бұрын Алланың аяттарын өтірікке балап, күпірлікте табандап өткен қауымдардың ақырының не болғанын өз көзімен көріп, ғибрат алмай ма? Алла оларды жермен жексен қылды. Бұл кәпірлердің ақыры да солай болады. Иә, солай. Өйткені Алла иман келтіргендердің иесі, ал кәпірлердің қысылғанда медет беретін ондай иесі жоқ. Шүбәсіз, Алла иман келтіріп, игілікті істер істегендерді жайқалған бау-бақшаларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшаларына кіргізеді. Ал күпірлік қылғандарға келсек, олардың есіл-дерті қу тіршіліктің қызығын көріп, рахатына бату ғана. Сондай-ақ олар бұл дүниеде осынау ағыл-тегіл нығметтің қайдан келіп жатқанын, оған қалай шүкіршілік ету керектігін ойланып жатпастан, мал сияқты ішіп жеуді ғана біледі. Ендеше олардың ақырғы барар жері тозақ болмақ. Уа Мұхаммед, біз бұдан бұрын қаншама шаһарды жермен жексен қылдық. Біле білсең, сол шаһарлар сені сыйдырмай, ақыры қуып тынған мына ауылыңнан, яғни меккеліктерден әлде қайда күшті һәм пәрменді болатын. Бірақ оларға қол ұшын берер бірде-бір медеткер табылмады. Уа Мұхаммед, Раббысынан келген анық дәлелге сүйенген адам, өз қолымен істеген жамандықтары әзәзіл шайтанның қолымен безендіріліп, өзіне кереметті етіліп көрсетілген және тек өз әуейліктерінің, нәпсі құмарлықтарының соңынан ерген әлдекімдер сияқты бола ма? Тақуа жандарға уәде етілген жәннаттың мысалы, онда суы әсте лайланбайтын, һәм борсымайтын тұп-тұнық өзендер, дәмі еш өзгермейтін ашымайтын сүттен өзендер ішкен жанды ерекше ләззатқа бөлейтін шараптан өзендер, және қоспасыз таза балдан өзендер бар.
сондай-ақ олар үшін онда сан алуан жемістер мен Раббыларының шексіз кеңшілігі де болады. Ендеше, осынау әсте түгесілмейтін нығметтерге бөленген тақуа жандар мәңгі бақи тозақта қалатын. Һәм қайнақ сумен суарылғандарында ішек қарындарының парша-паршасы шығатын бейбақтармен тең бе? Уа Мұхаммед, олардың, яғни мәдиналық мұнафықтардың арасында сөзіңе құлақ асып, уағыз насихатыңды тыңдайтындар да бар. Алайда олар құзырыңнан былай шыға бере, сөзіңді қылжаққа айналдырып дін ілімін терең меңгерген ілім иелерінен Мұхаммед жаңа не айтты деп сұрайды. Алла тағала жүректерін мөрлеп тастаған және өз әуейліктеріне, нәпсі құмарлықтарына ерген бейбақтар, міне солар. Ал тура жолға түскендерге келсек, Алла олардың осынау хақ жолға деген сенімін арттырып, жүректерін орнықтырады, һәм өзіне лайықты түрде тағзым ететін, әрі күнә атаулыдан барынша сақтанатын тақуа болуды нәсіп етеді. Жоқ әлде олар, яғни жүрегі мөрленген мұнафықтар, қиямет қайымның бастарына кенеттен келуін күтуде ме? Анығында оның айқын белгілері әлде қашан келіп те қойған. Алайда, қиямет қайым орнағанда, олардың ақылға келгенінен не пайда? Ендеше біліп қой, Алладан басқа Құдай жоқ. Сондай-ақ өз күнәң үшін һәм мүмін ерлер мен әйелдер үшін Алладан кешірім, кеңшілік тіле. Алла сендердің барлық жай күйлерің мен жүріс-тұрыстарыңды және ақырында қайда барып тұрақтайтындарыңды да жақсы біледі. Иман келтіргендер, ақиқатты һәм Алланың үкімдерін қамтыған Құран сүресінің түсуін сарғая күтіп, шіркін, тағы да бір жаңа сүре түсірілсе екен дейді. Ал мазмұнында мәжбүр болған жағдайда кәпірлерге қарсы соғысудың міндет екендігі айтылған айқында кесімді сүре түсірілгенде, жүрегінде дерт болғандардың бейне бір өлім аузындағы жаны қысылған адамша өзіңе бажырая қарағанын көресің. Ендеше, өлердей қорыққан нәрселері бастарына келсін. Ал шынайы мүміндердің міндеті қалтқысыз бойсыну һәм жақсы сөз айту, яғни Алланың пәрменін естігенде құп болады деу. Міне, сондықтан да олар іс нақтыланғанда Аллаға берген уәделерінен таймаса, әлбетте, өздері үшін қайырлы болар еді. Ей мұнафықтар! Демек, қолдарыңа билік тізгіні тие қалса, сөздеріңнен тайқып, Алладан сырт айналмақ һәм жер бетінде бұзақылық жасап, араларыңдағы туыстық қатынасты үзбек екенсіңдер ғой. Алла ондайларды рахмынан аластап, құлақтарын хақ сөзді естімейтін таскерең, көздерін ақиқатты көрмейтін көрсоқыр етіп қояды. Әйтпесе олар осынау Құранға ой жүгіртпей ме? Жоқ әлде, жүректерінде бірінің үстіне бірі салынған қат-қабат құлыптар бар ма? Өздеріне тура жол анық көрінгеннен кейін кері кетіп, діннен шыққандарға шайтан ғапылдық шекпенін кигізді, және оларды бүкіл өмірлерің, көрер қызықтарың әлі алда деп, құрғақ үмітпен үміттендіріп алдап соқты. Себебі олар, яғни мұнафықтар, Алла түсірген Құранды жаратпағандарға, біз кейбір мәселелерде сендерге бағынамыз, сендермен бірге боламыз деп сөз берген еді. Дегенмен, Алла олардың бар сырын, құпия келісімдерін біледі. Ендеше, жаналғыш періштелер олардың бет аузынан соққылап, жонынан таспа тіліп, жандарын алған кезде олар қайтер екен. Иә, олар солай жан тапсырады. Өйткені олар Алланың ашуын келтіретін нәрселерге ерді де, оны разы ететін нәрселерді өздерінше жақтырмады. Сондықтан, Алла олардың бүкіл игі істерін зая қылып, еңбектерін еш етеді. Жоқ әлде, жүректерінде дерті барлар, іштеріндегі хақ дінге, һәм мүміндерге деген өшпенділікті Алла тағала әшкере етпейді деп ойлайды ма? Уа Мұхаммед, егер қаласақ,
Саған оларды бір-бірлеп көрсетер едік те, оларды бет-әлпетінен таныр едің. Әйтсе де сен оларды сөздерінің сарынынан ақ сөзсіз танисың. Алла сендердің барлық істеріңді біледі. Біз араларыңдағы Алла жолында жан тәнімен күресіп жүргендерді және хақ жолда барынша сабыр етіп, табандылық танытумен болғандарды анықтағанға дейін, сондай-ақ сөздерің мен істеріңді ниет сауап әрі күнә тұрғысынан бағалау үшін сендерді міндетті түрде сынап бағамыз. Өздері күпірлік қылғанмен қоймай, өзгелердің Алланың хақ жолына түсуіне бөгет жасағандар және тура жол анық айқындалғаннан кейін, Алла елшісіне қарсылық танытқандар Аллаға титтей де зиян тигізе алмайды. Алла олардың барлық ісін бекерге кетіріп, еңбектерін еш қылады. Уа иман келтіргендер, Аллаға бойсыныңдар және Алла елшісіне бойсыныңдар. Сондай-ақ істеріңді бекерге кетіріп, өз еңбектеріңді өздерің зая етпеңдер. Өздері күпірлік қылғанмен қоймай, өзгелердің де Алланың хақ жолына түсуіне бөгет жасағандарды және ақыр соңында кәпір болып өлгендерді Алла әсте кешірмейді. Уа мүміндер, міне сондықтан да кәпірлермен соғысқандарыңда босаңсымаңдар. Мерейлерің үстем бола тұра, оларды бейбіт бітімге шақырмаңдар. Біліп қойыңдар, Алла сендермен бірге. Сондай-ақ ол игі істеріңнің сауабын кемітпейді, ақыларыңды жемейді. Керісінше, ықыласпен істеген игі істеріңнің қарымын толық, тіпті еселеп қайтарады. Біле білсеңдер, дүниедегі қу тіршілік құр ойын күлкі мен уақытша сауық сайран ғана. Міне сондықтан да иман келтіретін һәм Аллаға лайықты түрде тағзым етіп, алдында асылық етуден сақтанатын болсаңдар, Алла бір өзінің разылығын көздеп, істеген игі істеріңнің сауабын толық береді. Сондай-ақ Алла хақ жолда садақа зекет беруге шақырғанда, сендерден қолдарыңдағы мал пұлдарыңның бәрін беруді талап етпейді. Егер ол сендерден қолдарыңдағы мал дүниелеріңнің бәрін беруді талап етіп, қысым көрсетер болса, онда сендер сараңдық танытар едіңдер. Сөйтіп Алла имандылықтың арқасында ауыздықталған іштеріңдегі барлық жаман мінездеріңді сыртқа шығарып, әшкере етер еді. Уа мүміндер, қазір сендер мал дүниелеріңнің бір бөлігін Алла жолында жұмсауға шақырылудасыңдар. Алайда араларыңдағы баз біреулер сараңдық танытуда. Ендеше кім-де-кім сараңдық танытса, тек өз-өзіне сараңдық танытып, өз-өзін көптеген жақсылықтан махрұм еткені. Алла ғани, ешкімге һәм еш нәрсеге мұқтаж емес, шексіз, түгесілмес байлық иесі. Ал сендер пақырсыңдар һәм Аллаға әркез мұқтажсыңдар. Егер иман етуден және оған қалтқысыз мойынсынудан бас тартатын болсаңдар, онда ол сендердің орындарыңа басқа қауымды әкеледі. Һәм олар сендер сияқты болмайды.